Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Тағы да мен сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Сіздермен тағы да өткен сабағымның жалғасын, жалпы өмірде алған инсайттарыммен, кеңестеріммен бөліскім келеді. Бұл өте маңызды, бірақ біз ұсақ түйек деп қарайтын детальный моменттер. Бірақ бұның барлығын мен айтқан кезде сіз бұны бұрыннан білем деуіңіз мүмкін, білуіңіз мүмкін, бірақ біз өмірімізде почему-то қолданбаймыз. Неге екенін білмеймін. Адамдардың көбісі жаңағы білем деп жүреміз да, бірақ өмірімізде соны қолданбайды екенбіз. Сондықтан мен сіздерге айтқан болар едім. Жалпы кімнің болмасын 20 жылдан кейін кім болатындығын, алдағы 20 жылда қандай адам болатындығын, адамның бойына мына үш қасиетіне қарап жалпы білуге болады дейді екен ғалымдар. Ол оқып жүрген кітабына, жалпы әдеттеріне қарап, бұл адам немен айланысады, не істейді, сонысына қарап алдағы 20 жылда бұл адамның қандай адам болатындығын білуге болады екен. Екінші, араласып жүрген адамдармен, кіммен араласады, бұл кісінің жалпы ұстаздары кім деп айтып жатамыз ғой. Біз анаған қарап, мынаған қарап үлгі алып жатамыз. Біз ойламауымыз мүмкін, бірақ та біздің жаңағы ортамызда араласып жүрген адамдарымыз арқылы біз жалпы осындай жетістігімізге, жалпы жағдайымызға, біздің өмір сүру салтымызға осы адамдар әсер етеді екен. Қалай болмасын, біз жан-жағымыздағы адамдардан жаңағы фотоаппаратты ашып қойып, жан-жақтан фотоға түсіріп аламыз ғой. Сол сияқты информация өзіміз байқамаймыз. Біз түп санада сол маңайымыздағы жалпы көріп жүрген, араласып жүрген адамдарымыздан ақпараттар жинайды екенбіз да, тура сондай болып бастайды екенбіз. Тіпті ғалымдар дәлелдеген екен. Мысалы, сіз Америкада тұрсаңыз, сіз өзіңіз қазақ болсаңыз да, қаншама аяқ қолыңыз ауыр болса, сіз американецтарға ұқсайтын бала тууыңыз мүмкін екен. Себебі жаңағы зеркальный деген әлем бар, адам ұқсап кетеді, ұқсастық, көзбен көрген нәрсеге ұқсайды екен. До такой степени іштегі ген, іштегі бала, бойыңызға біткен бала солай өзгеретін болса, сіздің көріп жүрген әлеміңіз, көзіңізбен көрген дүниелеріңіз соншалықты деңгейде әсер етеді екен. Сондықтан көзіңізге әрқашан жақсы дүниелерді, сапалы дүниелерді, мықты жетістікке жеткен, түйгені бар адамдармен әңгімелесуді, түйгені бар адамдармен араласуды өмірде ұстанымыңызға қойып қойыңыз. Кіммен қалай араласып жүргеніңізге байланысты сіздің кім болатыныңыздан, болашақта сізден қандай адам шығатындығын байқауға болады екен. Бірақ та бұны біздің қазақ бір сөзбен ғана айтқан, досына қарап кім екенін білуге болады деп. Бірақ соның түпкі мағынасына, түпкі мәніне үңілмей жатамыз. Сол нәрсені бүгін тағы да бір рет оқып, тағы да бір рет естіп, таң қалып отырмын. Расымен де сондай екен. Сондықтан үшінші орта. Сіздің ортаңыз наставнигіңіз дейді ғой, мынандай. Сізді өз адамдардан бір несі болады ғой, ұқсағысы келетін адамдары болады жаңағы. Соған бәрібір сіз ұқсап бағасыз. Ал сіздің бай, кедей болуыңыз сіздің ортаңызға тікелей байланысты. Сіз әдеттеніп кетесіз. Уже қандай ортада жүрсіз, соған қарай адам бейімделіп кетеді екен. Бұған байланысты жаңағы мынандай сөздер бар ғой, егер екі алқаштың жанында жүрсең, үшінші алқаш сен боласың. Үш мықтының жанында жүрсең, төртіншісі сен боласың. Екі миллионердің жанында жүрсең, міндетті түрде үшінші миллионер сен боласың деген сияқты. Сондықтан кімдермен қалай жүрсіз, ортаңыз қандай, жалпы сіздің айналаңызды кім қоршаған, кімнен үлгі аласыз, көзіңізге нені көрсетесіз, өмір сізге тура сол нәрсені әкеледі екен. Жизнь бумеранг. Бұл бумеранг заңдылығы деген осы екен. Өмір сіздің өмір салтыңызға жаңағындай нәрселерді тартады екен. Бұл тартылыс заңы деп айтып жатамыз. Сонда қарап тұрсаңыз, біздің кім болып қалай өмір сүретінімізді ортамызға қарай ғана таңдай салып, сіздің жай ғана сізге қарап, бізге қарап 20 жылдан кейін
кім болатынымызды бағамдай салу қиын емес екен. Сондықтан ойланыңыз, өзіңізді зерттеңіз, айналаңызға қараңыз, кіммен жүрсіз, не үйреніп жүрсіз, кімді оқып жүрсіз, кіммен болашақта кім болғыңыз келеді, анализ жасай беріңіз. Бай қуатты болыңыз.